Так, ассалаумағалейкум жігіттер, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде третий шаг курсының очередной видео сабағы. Алдыңғы сабақта білесіздер, иә? Сіздерге мен қалай сурет қою керек, и сол суреттің астына описанияны қалай жазу керек, қандай суреттер қою керек, қандай киіммен қою керек. Сол бойынша айтқан болатынмын. Алдағы уақытта қандай киіммен и қалай стиль болу керек, соны бойынша мен спикер шақырғым келіп отыр сіздерге. Бұйырса сіздерге келетін болады спикер, басқа именно стиль бойынша вкусы бар адамның. Сіздерге одан кейінгі сабақта сіздерге қанша заявка келгенін көрсеткен болатынмын, иә. 3 күннің ішінде 60 қыз келген болатын. Одан кейін примерно бір жарым күн өтті, примерно. Бір жарым күн өтті, бір жарым күннің ішінде маған тағы да бір 40 қыз жазды. И округлять еткен кезде маған 5 күннің ішінде 100 қыз жазды деп айтсам болады. Яғни мен ешкімге жазған жоқпын. Примерно бір 20%-нен жаздым деп айтсам болады. А қалған қыздардың барлығы өзі жазды. Негізі одан больше болған Тиндердан бөлек Бадо мен Леонардо мен Бадодағы трафикті былайша айтқан кезде тоқтатып тастадым. Енді сіздерге айтқым келетін дүние. Дальше сабақ бізде қалай болады? Қалай біз общенияны бастаймыз? Қалай сөйлесу керек и қандай ошибкаларды жасамау қажет? Қандай ошибкаларды жасаған кезде сен барлығын бүлдіріп аласың. Мынаяқта маған бүгін ғана отзыв келген болатын. Мынаяқта отзывты оқысаңыздар болады. Негізі дұрыс істеп жатсыздар. Сабақ шықпағанша негізі пока жазбай тұрған дұрыс, потому что сіздерге қазір мен ошибкалар көрсетем. Мен примерно енді жұмыс болып отыр, былай болып отыр, бірнеше проектлер бастап жатырмыз. И өзімде особо қатты сөйлесуге уақыт болып жатқан жоқ та, потому что қыздың өзі негізі көп уақыт алады. Оған внимание бөлу керек, бүйту керек, сөйту керек деген сияқты. Көп уақыт алып жатқаннан кейін мен арасынан былай сөйлесіп көрсетіп жатырмын. Сіздерге қазір мына переписканы көрсетейін. Вот мне қыз өзі жазды. Привет деп Tinder приложениесынан. Өте әдемі қыз. И сіздерге ошибканы қазір көрсетейін. Не нәрседен кетті деп ойлайсыздар өздеріңіз. Переписканы оқып көріңіздер. Комплиментте, иә? Қыз өзі жазды, өзі заинтересованный болып тұр. Менімен танысқысы келіп тұр. И танысып болғаннан кейін мен оған не істедім? Комплимент айттым. И комплимент айтқаннан кейін уже общение суып бастайды. Неліктен? Потому что комплиментті бүкіл еркек айтады. Оның әдемілігіне, оның түріне. Когда сен барлық айтатын дүниені айтасың, сенің басқа еркектерден отличияң болмайды. Алдыңғы салынған YouTube-тағы соңғы видеоны көрген болсаңыздар, ол жерде айтқан болатынмын, иә. Ана қыз, мен таныстым. Ол қыз менің квартирамды төлеп берді, тамағымды төлеп берді. И одан кейін соңында не болды? Ну, в целом бір нәрсе болды соңында, но ақшаны кімнен алды? Өзінің жүріп жүрген жігітінен алды. И дальше мен историяны білем, продолжениесін. Ол жігітпен ол қыз үйленді. Прикиньте, если не жаяу екенін түсінбей жатсаңыздар, просто алдыңғы видеоны көрсеңіздер болады. Если қыз изменять етем десе, оны ешкім тоқтата алмайды негізі. И в целом еркектерде дәл солай ғой, и в целом еркек пен әйел негізі қатты ұқсайды. Біреу бір қатты изменять етеді, мынау аз изменять етеді деген дүние жоқ. Если сен внимание бере алмайсың ба, онда күше берсең болады. Сен никап кигізсең де, сен не істесең де, қанша Инстаграм удалить еткізіп тастасаң да, изменять ететін адам один хуй изменять етеді. Вот. И вот осындай история. Если сіздер общение кезінде басқа адамдардан отличаться ете алмасаңыздар, онда сіздердің сөйлесіп жатқан қыздарыңыз тупо сіздерге изменять етуі мүмкін. Бұл жерде измена деген бұл не только жыныстық қатынас, бұл жерде бұл басқа адамнан сыйлық алу, сыйлықты принимать ету. Басқа адам сыйлық жіберуі мүмкін, но принимать етпеу бұл қыздың өзінің желаниясында. И в то же время переписка, это тоже измена, флиртовать ету, көшеде номерін беру, оған басқа жігіт жазған кезде жауап беру. Даже менің жігітім бар, маған жазба деп. Это открытый дверь негізі ше. Негізі сені жақсы көретін қыз, ол черныйға тас алады сразу. Вот. И мен бұл жерде изменаның бірнеше түрін айтып жатырмын да сіздерге. Енді қалай бұл жерде негізі қалай дұрыс комплимент айту керек? Допустим, қыз маған жазып тұр. Мен оған комплимент айтқым келіп тұр. Потому что я хочу этого. Если сен комплимент айтқың келсе, адамның түріне комплимент айтуға болмайды. Комплимент айтсаң, сен отличаться етпей қаласың. Комплиментті біз оның маникюрына, оның шашына, оның киіну стиліне айтсақ болады. Потому что ол дүниелермен әйел адамдары заморачиваться етеді. А көп еркектер оны байқамайды.
маникюрға барады, шашын жасатады, и типа келеді ғой саған, менен ешқандай өзгеріс байқаған жоқсың ба деген сұрақ қояды ғой. Оларға детальға мән беретін еркектер ұнайды. И сол себепті көшеде танысқанда да, тиндерда танысқанда да комплимент айтқың келіп баратыр ма, онда не нәрсеге комплимент айту керек? Осы айтылған дүниелерге, оның стараться еткен, ақша құртқан дүниелеріне, табиғаттан берілген дүниесіне емес, яғни оның фигурасына, бөксесіне, түріне емес. Оған айтуға болады. Когда ол сенің қызың болады, сен оған үйленейін деп атасың, но алғашқы танысқан адамға олай айтуға болмайды. Когда сен айтасың, сен отличаться етпейсің, и заодно сен өзіңді түсіресің, как будто до этого ондай қыз көрмеген сияқты. Яғни ол саған жоғарыдан төменге қарай бастайды, и сенің спроста емес екендігіңді сразу көрсетеді. Екінші нәрсе, бұл енді ондай опыт болған жоқ менде, өмірде болған, но перепискалар жоқ менде. Қыздан ешқашан разрешение сұрауға болмайды. Вот Тиндерден танысқан кезде, Инстаграмнан танысқан кезде маған, вот мен оқушымның маған консультация келген жігіттің видеосын көрсетсем болады. Вот бәрінің түрін, менде бәрі конфиденциально, сіздер маған бір нәрсе жазсаңыздар, мен сіздердің түрлеріңізді барлығын көрсетпеймін, негізі уайымдамасаңыздар болады, и любой нәрсені сұрай берсеңіздер болады. Жігіттің разрешение сұрауы танысуға, қыдыруға, это сразу понижает уровень. Неліктен? Потому что әйел адамдары баламен емес, еркекпен бірге болғысы келеді. Она хочет выйти за муж. А за муж деген еркектің артына тұрғысы келеді. Ал еркек деген кім? Негізі ол решение қабылдайтын адам, яғни шешім қабылдайтын адам. Когда сен шешімді әйел адамнан сұрайсың, сен бірден оның көзінде андай бір еркек емес сияқты, жылау сияқты көрінеді да бұл дүние ше. Енді өмірді қиындату деп айтуларыңыз мүмкін, но әйел адамдары еркекпен болғысы келеді. Сен бүйтсең болады. Если сен өзің таңдай алмай атсаң бір нәрсе, сен максимальный вариантты қысқарту керексің. Либо даже қызға, допустим, сенің айтатын жерің ұнамай қалуы мүмкін десең, онда бүйтсең болады. Вариантты сузить ету керек. Яғни сен оған пространство вариантов бермеу керексің. Типа мына жерге барайық, мына жерге барайық, мына жерге барайық, мына жерге барайық, и мына жерге барайық. Таңда. Көктөбеге барайық, медеуге барайық, кафеге барайық, картингке барайық, игровой зонаға барайық, PlayStationге барайық деген сияқты. Дохуя вариант бермеу керексің да. Сен оған максимум 2 вариант беру керексің. Либо ана жаққа барайық, либо ана жаққа барайық. Но ана жақ маған больше ұнайды. Сен өзің қалтаң көтеретін жерді, и апарғың келіп тұрған жерді всегда не істеу керексің? Всегда осы маған ұнайды, и мен бұл жерді білем деген сияқты ценностар беру керексің. Ендігі мәселе сол, қызбен сөйлесіп бастаған кезде сен мен танысуға бола ма деген разрешение сұрауға болмайды. Потому что любой қыз естеріңізде болсын, жоқ деп жауап береді. Сен өмірде таныссаң да, сен клубта таныссаң да, сен любой именно осындай сөйлесуге арналған платформаларда таныссаң да, қыз саған жоқ деп жауап береді. Неліктен? Потому что жоқ деп айту арқылы, сені игнорға тығу арқылы, олар өздерінің самооценкаларын көтереді. Менде бір мынандай история болды да, көшеде кетіп баратам. Бір заведение, яғни бар емес, кальянный заведение, сол жақтан шығып баратам. И шыққан кезде 2 қыз тұрады. И біз балдармен сыртта тұрмыз әңгімелесіп, өзіміз балдар болып отырғанбыз. Сол кезде ана 2 қызға Геленваген келеді. Прямо анау новый 150 миллион тұратын Геленваген келеді. Ана жерде тұрған 2 қыз, мен айта алмаймын ше. Бір андай бір 10-да 10 деп ше. Бір 10-да 4 деп айтсам болады. Геленвагенмен келеді. Қыздар, давайте я вас довезу деді. Үйлеріне жеткізіп тастайын деді. Сол кезде ана қыздар не деп жауап берді? Жігіт не істеп тұр? Разрешение сұрап тұр. Разрешение сұрап тұр. И қандай жауап алды? Соответственно, жоқ. Жоқ деп айту арқылы именно сондай дүниелерге қыздар өздерінің самооценкаларын көтереді. Допустим, сенің түрің әдемі болуы мүмкін. Сен накачанный еркек болуы мүмкін. Сен бір андай бір өзіңе қарайтын жұмысың бар, и ол көрініп тұруы мүмкін да. И сен сондай болған сайын, сен қыздың алдында сен далбойып болып көрініп тұрған жоқсың ғой, вот именно сен джентльмен болып тұрсың. Саған жоқ деп айту арқылы сен олар өздерінің самооценкаларын көтереді. Бұл андай нәрсе ғой, допустим, саған әдемі қыз келді да, прям соска 10-да 10 қыз келді дейді да, и сенімен танысайық деді, либо сенімен жатайық деді, ал сен тұрасың да отказ бересің да. И ойла, ол сенің стандарттарыңды, яғни сенің вкусыңды андай бір өзіңнен қатты көтеріп жібереді.
И сол себепті сіздерге айтқым келетін нәрсе, когда сен разрешение сұрайсың, сен бірден өзіңді төмендетесің. Келесі сабақта именно қандай дүниелерді жасауға болады, сол дүниелермен бөлісетін боламын. Но бұл сабақтарда именно көп жігіттер жасайтын қателіктермен бөлістім. Бұл комплимент айту, и одан кейін разрешение сұрау. Қазіргі біздің дүние, бізде білесіздер, алдыңғы сабақтардың арқасында өте көп заявкалар түсіп жатыр барлықтарыңызға, хотя бы 5 заявка, 20 заявка, оның өзі результат. Сіздер түсіну керексіздер. Ол сіздің тұрып жатқан жеріңізге де байланысты, допустим, Сарыағаштан қатысып жатыр, Шымкенттен қатысып жатыр, Қарағандыдан, Алматыдан, Қырғызстаннан, Өзбекстаннан, әртүрлі жерден қатысып жатыр. И сіздің тұрған местоположениеңізге байланысты трафиктің мөлшері әртүрлі болуы мүмкін, да? Допустим, мен Алматыда тұрғаннан кейін маған 100 қыз жазып тұрды 5 күннің ішінде. А если малонаселенный, яғни аз адам тұратын қалада тұрғаннан кейін саған бір 5 қыз жазуы мүмкін. Но ол 5 қыз количество именно дұрыс суреттер тұрғанның арқасында мендегі 100 қыздан больше болуы мүмкін. Сол себепті, если сіздер барлығын мен айтқандай істесеңіздер, онда маған аз қыз жазды, анаған көп жазды деген сияқты сендерде вопрос болмау қажет. Описание дұрыс жаздың ба, суретті дұрыс қойдың ба, саған мен айтқан количествода қыздар жазады. Но ол жердегі просто сенің населениеге байланысты процент басқаша болады. И қазір сіздердің істеу керек дүниелеріңіз мүлдем Google'дағы, VK-дағы, Instagram'дағы айтылған ақпараттарды жазбайсыздар. Яғни подкатты жазбайсыздар. Мен сізге қазір кино жіберетін болам. Примерно 2 кино жіберем. Сол 2 киноны көріңіздер. Міндетті түрде сол 2 кинодан больше ақпарат ала аласыздар, именно сөйлесу бойынша и отношения бойынша. Бүгін ертең міндетті түрде көріңіздер и түсінген заттарыңызды чатқа жазыңыздар. Сол чатта қазіргі уақытта мен байқап жатырмын, өр болып жатыр, жігіттер әртүрлі опыттармен бөлісіп, бір-бірлеріне совет беріп жатыр. Это очень хорошо, это мужская солидарность. И сіздердің бұлай сөйлескендеріңіз и мені қатты қуандыртады, что сіздер бірігіп жатсыздар. Негізі еркектердің бастары бірігу өте қиын. И осындай дүние сіздердің бастарыңызда қосып тұрғаны, бұл сіздерге басқа да есіктерді ашады деген сөз. Сол жігіттермен бұйырса, сіздер чатта дұрыстап танысаңыздар, сөйлессеңіздер, не только қыздармен, чатта еркектермен танысып, ол жерде отырған жігіттер яғни қотақ теуіп жүрген, өмірлеріне ұзыннан қойған жігіттер емес, өздеріне қарайды, и өздерінің болашақтарын ойлайтын жігіттер. Типа, өздерінің болашақ әйелдерін іздеп жүрген, и оны дұрыс біліммен алғысы келетін еркектер, и ондай адамдар яғни бір жұмыссыз жүрген еркектер емес. Оның ішінде мен қарап отырмын, кімдер тіркеліп жатыр, таныс адамдар тіркеліп жатыр, кәсіпкерлер тіркеліп жатыр, жақсы жерде жұмыс жасайтын еркектер тіркеліп жатыр. Не только қыз жайлы советтер сұраспай, и заодно жұмыста да сөйлессеңіздер болады. Но именно сіздерде общий тема на данный момент отношения жайлы, переписка жайлы болғаннан кейін бұл сіздердің бастарыңызда қосатын общий дүние болып саналады. Сол себепті уайымдамай басқа да темаларды жазсаңыздар болады. Бастысы чатқа реклама жібермесеңіздер и политика, дінді қозғамасаңыздар жеткілікті. Бүгінгі сабақ осы. Ендігі мәселе сіздерге айтқым келетін бұл метод игнора. Если байқасаңыздар, маған жазып жатқан қыздарға мен бірден жауап бермеймін. Допустим, ол маған привет, как дела деп жазды. Либо менің описаниемда не деп жазылып тұрған білесіздер ғой, иә? Знаете, какой комплимент запоминается на женщину навсегда деген описание тұр. И маған қыздар какой деп жазып жатыр. Жауабын алдыңғы видеода айтқан болатынмын. Не деп жауап беріп жатырмын, чтобы ха-ха болу үшін әңгіме. Метод игнора бұл примерно бір күн, 2 күннен кейін жауап беру қажетсіздер. Неліктен? Сіздер солай адамды басқа платформаға тезірек алып кете аласыздар. И Тиндерда, Бадуда, Леонардода ұзақ отырмайтыныңызды көрсетесіз. Яғни қыз саған жазды, привет деп, либо сен жаздың, ол саған жауап берді. Одан кейін хотя бы бір күн өтпесе де 4-5 сағаттан кейін жауап берсең болады. Потом что делаешь деп жазасың, потом был на работе, здесь много не сижу, мен бұндай платформаларда көп отырмаймын, давай WhatsApp-қа, давай Instagram-ға деп сіздер алып кетіп отыру керексіздер. Игнор арқылы сіздер өздеріңіздің ценностарыңызды көтересіздер. Сіздер айтуларыңыз мүмкін, брат, это то же самое өмірді қиындату, бұлай жасағым келмейді деп, но мир так работает. Я тоже так не хочу, но так необходимо. Сіздер қараңыздар. Сіздерге, допустим,
қыздарыңызбен жүріп жүрсіздер, бәлкім қыздарыңыз бар, өздеріңіздің әйелдеріңіз бар, мына видеоны көріп жатқан адамның. Сіздерге әйелдеріңіз либо қыздарыңыз кеш жауап беруі мүмкін. Сол кеш жауап берген сайын сізді ол триггерить етеді ғой, неге бұл маған кеш жауап беріп жатыр деген ой болады. Бір нәрсе болып қалды ма, либо басқа қыздармен сөйлесіп жатыр ма деген ой. Ол ойды салдыртпау қажет па? Жоқ, салдырту қажет. Неліктен? Салдырту арқылы сіздер определенный басқа адамда эмоция тудыртқызасыз. Ал эмоция тудыртқызу әйел адамда өте маңызды. Потому что әйел адамдарына неважно какая это эмоция, басты эмоция қажет. Ол абьюзбен эмоция болуы мүмкін, ол джентльменствомен, либо осындай психологический методтармен. Обязательно определенный эмоция қажет. Кешірек жауап беруге тырысыңыздар. Сіздер түсіну керексіздер, брат, мен олай істемеймін, это уже манипуляция, анау мынау десеңіздер, онда оны сіздерге жасайды. Потому что кто более заинтересованный, тот и проигрывает. Кім былайша айтқан кезде стараться етеді, кім бірінші жақсы көріп қояды, сол всегда ұтылады. Максимально өздеріңіздің махаббаттарыңызды жұмысқа ғана қойыңыздар. Әйел адамына фокус қоймаңыздар қатты. И сол себепті, когда сен осылай фокус қоясың, сен ондай бір жүгірмейсің да, сол қатты бірінші жазып оларға тез жауап беруге тырысып, андай сообщениесін күту деген тема сіздерде болмайды, когда сіздерде мақсат болады. Естеріңізде болсын, мына сөз. Әйелдің артынан қуып, ақша кеп тұрған бизнестен айырылуға болады. Но ақша кеп тұрған бизнестің артынан қуып, ешқашан әйелден айырылмайсың. И сол себепті сіздердің мақсаттарыңыз всегда ол әйел адамда емес, оларды періп алу бір нәрсе емес, ол сіздерде мақсатта болу керек. Ақша табуда, өздеріңіздің болашақтарыңызды, ата-анаңызды қуанту деген сияқты дүниелер болу керек. Ал әйел адамы бойынша сіздерде психология бойынша білім болу қажет. Оларды управлять етіп білу керек. Яғни олар не айтып тұрған алдын ала біліп тұру қажет сіздер. Сіздерге әйелдер жасаса, игнорда. Сіздер қолы бос болмаған шығар, бүйтіп атқан шығар, сөйтіп атқан шығар деген мысль келеді. Но қазір 21 ғасыр. И 21 ғасырда каждый адамның қолында один хуй бір телефон бар. И ол телефон ешқашан өшпейді. 24/7 сенің қалтаңда тұр. И сенің қалтаңда каждый сообщение келген сайын дызылдай ма? Дызылдайды. Ой, басқа адамдарда да дәл солай. И сенің сообщениеңа уақытылы жауап бермеген, либо сен не интриговать ете алған, яғни қатты қызықтыра алған адам емессің, либо қандай адамсың, либо противоположный адам өзінің бағасын көтеріп жатыр, кеш жауап беру арқылы. Потому что сенің күткенің басқа адамға выгодно. Бұл әйел адамдардың правиласы. Неге оны өздеріне қолданбасқа? Максимально кеш жауап беруге тырысыңыздар, бір күн өткеннен кейін, 2 күн өткеннен кейін. И одан кейін айтасың, мен бұндай жерде көп отырмаймын, давай WhatsApp'та сөйлесейік, давай Instagram'да сөйлесейік. Не себепті определенный приложениедан определенный басқа платформаға қарай лақтыру қажет. Это как бы андай сияқты ғой, сен жүріп жүрдің, и қыз ұл болып жүріп кеттіңдер. Либо қыз ұл болып жүрдіңдер, потом үйленіп кеттіңдер деген сияқты звание беру болып саналады. Тез-тезден ауыстырып алу керек. WhatsApp'қа ондай жерге жібермеймін, ондай жерге бармаймын десең, онда алдыңғы сабақта айтқандай, именно қай техниканы қолдану керектігін білесіздер, интерес создавать ету үшін солай өткізіп алыңыздар. Тиндерда, только Тиндерда сөйлесу деген тема болмау қажет. Келесі сабақта бұйырса ертең либо арғы күні шығатын болады. Менде сабақ сол бір күн сайын, либо 2 күн сайын шығып тұруға. Қандай сообщениялар жазу керек, сіздерге конкретный методтар көрсетілетін болады. Конкретно наны жаз, наны жаз, наны жаз. Наны жаз, наны жаз, наны жаз деген сабақтар болады. Сол себепті обязательно именно третий шаг каналына уведомленияны қосып қойыңыздар. Міндетті түрде қарап отырыңыздар, чатта сөйлесіңіздер, бір-бірлеріңізбен танысыңыздар. И барлықтарыңызға сәттілік. Давайте, жігіттер.